Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен осындай крем-чиз на масле дайындаймыз. Ол үшін бізге осылай үй температурасындағы майымыз 82% және сахарный пудрамыз екеуін жақсылап миксермен араластырып аламыз. Міндетті түрде комнатный температурада болу керек, езіліп кетпеген болу керек. Осылай жақсылап көтерілу керек, кішкене ағарады және де пышный бола бастайды. Сол кезде творожный сырымызды жартысын қосамыз, араластырамыз. Творожный сырымыз міндетті түрде суық болу керек. Сонымен араластыра отыра осылай қатты бірақ көп араластыруға болмайды. Жақсылап бір-біріне біріккен соң тоқтатамыз. Мен осындай сыртын обтяжкаға тортқа керек. Розовый түс болғандықтан осындай розовый цвет қолданып жатырмын. Сіздер өздеріңіз қалауыңызша істесеңіздер болады. Керемет осындай крем шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай крем болып шығады. Сыртын жақсы ұстайды. Арнама тіркеліп лайк басып кетіңіздер.